Қазақтың тойы үлкен іс. Тойға шақырылған қонақ саны бойынша, іс-шараның өткізілуі бойынша, тойдың жасалуына жұмсалынған үлкен қомақ қаражат бойынша да үлкен іс. Қатырүйленбей, той иелерін байқаусызда ренжітіп алмас үшін, сізді тойда жиі кездесетін нәрсе туралы айтпақпыз. Ал кеттік. Нөмірі 1. Ұқыптылық. Қазақтың тойы ешқашан уақытылы басталмайды. Орташа есеппен кешігу 1,5-2 сағатты құрайды. Сансыз той-томалақтардың суымен оты төтеп берген, құрметті қонақтардың айту бойынша жарым түн болды. Қазақтар ұйқыға кетті. Айтпақшы, егер сіз 18:00 кейін тамақ жемеймін деген ережені ұстансаңыз, онда бұл ережені ұмыту керек немесе қазақтардың тойларына шақырылмай қалуыңыз мүмкін. Нөмірі 2. Қонақ саны. Тойға әдетте кем дегенде 100-150 адам шақырылады, толыққанды қонақ саны айтылмайды. Егер бір қазақ қандайда бір мерекені тойласа, онда ол міндетті түрде туыс-тума, көршілерін шақыру керек, тіпті көршілерінің туыстарын да шақыруы мүмкін, әйтпесе ұят болады. Айтпақшы, кіреберісте міндетті түрде әжелердің бірі сізге кәмпиттер лақтырады. Бұл дәстүрдің мақсаты, сіздің өмірінің кәмпиттер сияқты тәтті болсын деген ірімен жасалды, сондықтан теріс айналып кетпей, кәмпиттер төтеп беруге дайын болыңыз. Нөмірі 3. Сыйлық. Қазақтың тойында тәжірибесі мол бір адам болады, ол барлық сыйлықтардың тізімін жазып, олардың жобалап бағасында, кімге де сыйлайтынын да білетін пысық адам. Қайтарып беретін сыйлықтың құны, берілетін сыйлықтың құнына тең. Нөмірі 4. Тілек айту. Ұзақ тілек айту. Бұл қазақ тойының айқын ерекшелігі, оған тек үйреніп кету керек. Ең позитивті тілектері бар қысқа тілектер болса, онда тек ғана таңғалдырып қана қоймай, ренжітіп те алуыңыз мүмкін. Нөмірі 5. Пакет. Кез келген қазақ тойының соңында сарқыт операциясы басталады. Мақсаты алдын ала дайындалып қойған полиэтилен пакеттерге сыйғанынша тамақтарды салу. Салаттар мен жеміс-жидектерді бөлмеу маңызды, ертеңіне үйіңіздегілеріңіз жылтыраған майлы алмаларды көріп, сіздің қазақтың тойынан келгеніңізді білетін болады. Осымен аяқтаймыз. Бізбен болғаныңыз үшін алғыс. Қазақстан туралы қызықты және жаңа мәліметтерді өткізіп алмас үшін, біздің каналымызға жазылыңыз. Өз идеяларыңызды бізді поштамызға немесе пікір қалдырып, лайк басып қойыңыз. Біз Instagram парақшамызға жазылыңыздар. Сондай-ақ біздің басқа да видеоларымызды қарауыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.